Жыршыларға репертуар сайлай білу мөһим ул. Бұл сұрауға жауапны біз Татарстанның һәм Башқұртстанның от қазанған артисты, композитор Альфред Абыйек Шымбетовтан сұрайбыз. Әлбәттә мөһим, Айгүл. Ол бит мына кафелар ресторанда ашара кіріп отырасың, сеңа түрлісінен берелер. Ашында, второйында, салатында, деп әйтик, десертында, шайында берелер. Шуның сымақ әр бір жыршының репертуарында түрлі жырлар болырға тиеш, халық жырда болырға тиеш. Яш жыршыларға айтсам инде, яшьләр турында бик матур жырлар, дәртле жырлар болырға тиеш. Но шул вакытта моң соғырақ жырларда болырға тиеш. Туган як, әти-әни, балаларға ла кагылышлы жырлар болырға тиеш. Разнообразие болырға тиеш дип уйлыйм мин. Гел бутка менән генә ашасаң, или бер төрле йырласаң, бер стильдә, бер үк нидә алай булмай, бер салкын, бер исе булырга тиеш. Разнообразие булырга тиеш.